Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге оладьи дайындайтын боламыз. Өте дәмді, таңғы асқа өте керемет болады. Бұны қаймақпен, тосаппен ұсынсаңыздар өте керемет, жұмсақ болып шығады. Бірге дайындап көрейік. Ал кеттік. Бізге 2 жұмыртқа керек. Менде үлкен 2 жұмыртқа, сіздерде кіші болса, 3 қолдансаңыздар болады. Екеуін жақсылап жарып, құмшекерімізді салып, құмшекермен де өз қалауымша, мен тәтті болғанын қалаймын, сондықтан сәл көбірек қостым. Сіздер де өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Аз қосам десеңіздер, аз қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз да. Тұзымызды сосын саламыз. Араластырып алдық. Енді тұзымызды қосайық. Тұзымызды салып кішкене араластырамыз. Араластырып, айранымызды құямыз. Айран менде үйдің айраны. Холодильниктен шыққан. Сіздер жылы айран, үй температурасындағы айранды қоссаңыздар болады. Менде бұл 250 мл болады, бір кружкамыз. Жақсылап араластырамыз, содамызды саламыз, жарты шай қасық. Жақсылап араластырамыз. Сода мен айран реакцияға түсіп, көпіршіктеніп үлкейеді. Кейін ұнымызды салып бастаймыз. Жақсылап араластырдық. Тестамыз көпіршіктеніп әдемі болды. Енді ұнымызды бастаймыз. Ұнды бірден емес, жарты-жартыдан салғандарыңыз дұрыс, себебі қою болып кетуі мүмкін. Мен елекпен өткіземін, баста үнемі барлық нелерді жасайтын кезде електен өткізілген дұрыс, себебі оның ішінде комоктар бар, түйіршіктер. Және бұл електен өткізілген пышный үлкен болып көтеріліп шығады. Електен өткізбесеңіздер де болады, егерде жоқ жағдайда. Жағдайларыңызға қарай жасайсыздар. Міне жақсылап араластырамын, жартысын саламын тағы да. Жартысын салып, біздің тестамыз қаймақ секілді қою, қатты да қою емес, қазір көрсететін болам. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, міне мынандай теста шығу керек. Тестаны жарты сағатқа немесе 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Егерде асығыс болып жатса, ол бірден пісіре берсеңіз де болады, әрине. Ішіндегі құрамдары бәрі демі болады. Міне менде теста дайын болды. Енді жайлап газымыздың астын қосамыз. Сковородкаға майымызды құйып аламыз, қатты көп емес, бетпе-бет етіп, жақсылап қызғаннан кейін саламыз. Қызбай тұрып салсаңыздар, тестаңызға май сіңіп қалады. Майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Орташа отта, қатты да қоймаңыздар, күйіп кетеді. Орташа отта қоямыз. Ал бисмилля салып көрейік. Мен де көріп тұрғандарыңыздай үлкен қасықпен толтырмай саласыздар. Мен араларын жиі етіп қойыппын. Ашық-ашық қойсаңыздар болады. Сол кезде жақсы шығады. Бір-біріне кедергі жасамайды. Осылай салып шығамыз. Қақпағын жапсаңыздар да болады, жаппасаңыздар да болады.
Қатты маңызды емес, бірақ жапқан дұрыс, мен жаппадым. Піскенін қалай білеміз? Бетіне точка-точка нелер шығады өзі, тесіктер. Сол кезде аударып көрсеңіздер, піскен болады. 10-15, жоқ 10-15 минут емес, 3-4 минут тұрса, екі жағын 3-4 минут пісіріп аламыз. Міне жан-жағын қарасаңыздар, тесік-тесіктер пайда болды. Енді артына ауыстырып көреміз. Мен мына жерде бір-екеуін алып үлгергенмін. Міне әдемі болып шықты, арт жағы қатты күйіп кетпесін. Міне бұл оладьиді кез келгеніңіз жасай аласыздар, өте дәмді шығады, әрі тез дайындалады. Жасап көріңіздер, үйлеріңізді қуантыңыздар жасап. Менің видеоларымды қарап, лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. Міне енді ала бастаймыз. Қазір бір пісіп қалды уже. Менен тағы қандай рецептер күтесіздер, астына комментарийға жаза кетіңіздер. Міне бізде оладьиларымыз дайын болды. Енді ұсына берсеңіздер болады. Бұны сгущенкамен, қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Маған подписация етіп, лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.